Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз энергия, яғни энергияның ішіндегі кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Балалар, энергия сөзін не ұстай алмайсың, не көре алмайсың. Бірақ өмірде ештеңе энергияның көмегінсіз істелінбейді. Дененің жұмыс істеу қабілетін нақты көрсететін физикалық шама энергия деп аталады. Энергия жұмыс сияқты джоульмен өлшенеді. Балалар, механикалық энергия, яғни екіге бөлінеді. Біріншісі кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия деп денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтады. Потенциалдық энергия деп әртүрлі денелердің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергияны айтады. Денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергия кинетикалық энергия деп аталады. Яғни бұның негізгі формуласы ЕК тең МВ квадрат бөлінген 2. Мұндағы ЕК балалар кинетикалық энергия деген ұғымды білдіреді. Оның өлшем бірлігі джоуль. Қысқаша дж деп белгіленеді. М дененің массасы, яғни массаның өлшем бірлігі килограмм. В жылдамдық, жылдамдықтың өлшем бірлігі метр секунд. Ауырлық күші әрекетінен еркін құлаған дененің потенциалдық энергиясы, яғни ЕП тең М көбейту G көбейту H. Балалар, мұндағы ЕП деп отырғаным потенциалдық энергия. М деп отырғаным дененің массасы. Массаның өлшем бірлігі килограмм. G еркін түсу үдеуі. Метр бөлінген секунд квадрат. Өлшем бірлігі. H деп отырғаным биіктік. Яғни биіктіктің өлшем бірлігі метр. Серпімді деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы. Е потенция тең kx квадрат бөлінген 2. ЕП деп отырғаным мұндағы балалар, яғни Е деп отырғаным энергия, П деп отырған потенциалдық энергия деген ұғымды білдіреді. К деп отырғаным қатаңдық коэффициенті, яғни қатаңдық коэффициентінің өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. X деп отырған мұндағы серіппенің ұзаруы, яғни серіппенің ұзаруының өлшем бірлігі X-тің метр. Балалар, мұнда энергия бөліміне бізге қалыптастырушы бағалау беріліп отыр. Міне осындағы бірінші, екінші, үшінші және төртінші тапсырмалардың қандай энергияға қатысты екенін анықтап, жазып жіберулеріңізді сұраймын. Осы тақырыбымызға байланысты тест, балалар. Бірінші, дененің жұмыс істеу қабілетін нақты көрсететін физикалық шама не деп аталады? Жұмыс, қуат, энергия. Өз таңдауларыңыз жасады деп үміттенемін. Механикалық энергияның неше түрі бар? 2, 3, 1. Тамаша, өздеріңіз таңдау жасады деген үміттемін. Келесі, балалар, осы тақырыпқа байланысты есеп. Массасы 20 килограмм дененің 9 метр биіктікте жерге қатысты потенциялық энергиясы қандай болады дейді. Мұнда бізге масса беріліп отыр, балалар, және биіктік беріліп отыр. Қарап отсаңыздар, мұнда не жоқ? Дененің еркін түсу үдеуі көрсетілмеген,
дененің еркін түсу үдеуі қаншаға тең еді? Соны еске алуларыңызды сұраймын есеп шығарарда. Келесі балалар, кинетикалық және потенциалдық энергияны анықтау формуласы. Яғни бүгінгі тақырыпта өткен екі энергияның формуласын осы тестте белгілеулеріңіз қажет. 4. 5. Массасы 50 тонна реактивті ұшақ жерге қатысты 300 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Оның кинетикалық энергиясын табыңдар дейді балалар. Осы тақырыпқа байланысты есеп болды. Осы есептерді жақсылап мұқият шығаруларыңызды сұраймын. Балалар, үй жұмысы параграф 32 және 33 параграфты оқып, формуласымен термин сөздерді жаттап, және 5-3 жаттығуды, 5-4 жаттығудың жақшада көрсетілген нөмірлерін жақсылап мұқият орындауларыңызды сұраймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.